Сәлем достар, сіздермен түрік телехикаясы тағдырға сен. Каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі бөлімде Ферит Сейранға тосынсый жасап, бүгінгі күнімді саған арнаймын деп тосынсый жасайды. Яғни серуендеуге, киінуге, қыдыртуға алып барады. Бірақ бұл жолы көлікпен емес, яхтамен алып барамын дейді. Ал сол кезде яхтаны көрген Сейран таң қалып, өмірінде ондай яхтаға, кемелерге отырып көрмегендіктен ода қорқыныш үрей болады. Ферит мазақтап, күліп, қорқып жатсын деп айтады. Сол кезде Сейран жоқ, қорқып жатқан жоқпын деп мініп, бірақ қорқып отырады. Яхтаға отырғаннан кейін Ферит бұл өмірдің рахатын, яғни сезініп, өзіңді бостап отыр дейді. Сол кезде Сейран шынымен де жақсы нәрсе екенін сезініп, өзіне жақсы энергия алады. Екеуі бірге тамақтанып болғаннан соң, Ферит Сейранды өзінің күнделікті барып жүретін спорт клубына алып барады. Шынында да Сейран бақуат әулеттен шыққанымен көп жерлерге бармаған болады. Ол жерде де таңғырқап, таң қалып жүреді. Сол кезде Фериттің бұрынғы қызы Пелинді да кездестіріп қалады. Бұл жерде де Пелин оның үстінен күліп мазақтағандай болады. Бірақ Фериттің Сейранның сөзін сөйлеп, Сейранды жақтағаны, бір-біріне деген махаббаттарын оянғанын білдіреді. Сонан соң Сейран Феритті теннис ойнауға шақырады. Солай күндерін көңілді өткізіп отырады. Ал үйінде аталары алдыңғы болған жағдайды естімегендіктен Қазым мырзаның айтуы бойынша өзінің балаларымен, жолдасымен сөйлесуді жөн көреді. Уәделескенде Сейранның отбасына үй алып беру керек болады. Ал сол кезде Орхан баласына неге уәдеңде тұрмадың деп әкесі үйді алып беруін талап етеді. Ал келесі күні Сейранның әпкесіне Фериттің аталары хабарласып, жолығуын сұрайды. Хабарласып, үйіне барып, бір-бірін көріп, жастық шақтарын естеріне түсіріп отырады. Бұл киноның желісі бойынша алып қарасақ, негізінде ашылмаған сырлар өте көп. Бұл екі адамның арасындағы да махаббат, басқа екі адам арасындағы махаббат не болған, қалай болған, барлығы жұмбақ күйінде қалып. Ал ендігі Ферит пен Сейранда спорт клубта, яғни төбелес шығады. Феритті шақырып, жеке сөйлесіп алуын талап етеді. Ферит та сөйлесіп алайық деп сыртқа шығып кетеді. Сол кезде сыртқа шыққан кезде әлгі жігіт бір өзі емес, жанына 3-4 балаларды жинап төбелесіп кетеді. Сол кезде Фуаттар да келіп қалады. Яғни Фуат пен Суна әпкесі бірге жұмыс бабымен кездесіп жүрген болады. Фуат та көліктен түсе сала бауырына көмектесіп әлгі жігіттерді бірге сазайын береді. Бұл жерден шыққаннан соң бір-бірлерінің түрлерін көріп, күлкілері келіп, үйге бұл түрмен баруға болмайды деп, өздерін реттеп алуды жөн көреді. Достар, біздің каналға тіркеліп кетіңіздер, сіздермен күнделікті кино обзор жасап отырамыз. Видео сіздерге қызықты болды деген үміттеміз.